Мәскеуге құпия мәлімет жеткізу үшін Николай Кузнецов нацистердің арасында өз адамындай өмір сүруге мәжбүр болды. Неміс формасы, жалған құжаттар, неміс есімі және болар болмас қателіктің өзі ату жазасына келуі мүмкін деген үздіксіз қауіп. 1942 жылы жау басып алған Ровно қаласында неміс офицері пайда болды. Ол неміс тілінде еркін сөйлейтін, әскерилердің арасында өзін сенімді ұстайтын, мейрамханаларға барып, вермахт офицерлерімен және рейхскомиссариат шенеуніктерімен емін-еркін араласатын. Оның шын мәнінде кеңестік барлаушы Николай Кузнецов екенін айналасындағы ешкім білген жоқ. Соғыс жылдарында ол Гитлердің әскери штабы мен неміс қолбасшылығының жоспарлары жайлы аса құпия мәліметтерге қол жеткізді. Сонымен қатар, кеңестік деректер бойынша 3-ші рейхтің оккупациялық әкімшілігіндегі жоғары лауазымды 10-ға жуық шенеунікке қарсы жасалған қастандық әрекеттеріне тікелей қатысқан. Бірақ оның жұмысының ең қауіпті тұсы қастандықтардың өзі емес еді. Ең ауыр сынақ кез келген қателік өлімге апаратын ортада өмір сүру болатын. 1942 жылдың жазында Кузнецов неміс тылына жіберілді. Ол обер-лейтенант Пауль Зиберттің атымен жұмыс істеді. Құжаттары, формасы, ойдан жасалған өмірбаяны, тіпті сөйлеу мәнеріне дейін мінсіз болуы керек еді. Ол неміс офицерінің рөлін жай ғана ойнаған жоқ. Неміс офицері сияқты өмір сүрді. Сол кезде Ровно іс жүзінде жау басып алған Украинаның орталығына айналған еді. Мұнда немістің штабтары, шенеуніктері, СС офицерлері мен арнайы қызмет өкілдері орналасқан болатын. Кеңестік барлау үшін бұл ең маңызды ақпарат орталықтарының бірі саналды. Кузнецов немістің жоғары шенділері жиналатын орындарда үнемі бой көрсетіп жүрді. Ол жаңа таныстықтар орнатып, әңгімелерді мұқият тыңдап, көзге ілінбейтін ұсақ жайттардың өзін жадына тоқитын. Осындай байланыстар арқылы кеңестік барлау неміс қолбасшылығының жоспарлары туралы маңызды мәліметтер алып отырды. Олардың ішінде Курск түбіндегі болашақ шабуылға қатысты ақпарат та болды. Кейін Кузнецов Винница маңындағы Гитлердің құпия штабтарының бірі Вервольф нысаны туралы деректерді де жеткізді. Бірақ оның жұмысы сәтті болған сайын әшкерелену қаупі де күшейе түсті. 1943 жылдың ақпанында Кузнецов жаңа тапсырма алды. Оккупациялық әкімшіліктің жоғары лауазымды өкілдерінің бірі Пауль Даргельді жою. Операция Ровно қаласының дәл ортасында жүзеге асырылды. Кузнецов Даргельге танкіге қарсы граната лақтырды. Нәтижесінде Даргель ауыр жараланып, екі аяғынан айырылды. Қастандықтан кейін Кузнецов тобы немістер кең көлемді іздеу бастамай тұрып қаладан шығып үлгерді. Осы оқиғадан кейін Ровнода нағыз ізгесу басталды. Немістің арнайы қызметтері қала ішінде жоғары әкімшілік орталарға еркін кіре алатын кәсіби барлаушы әрекет етіп жүргенін түсінді. Бірақ соған қарамастан Кузнецов жұмысын тоқтатпады. 1943 жылдың күзінде ол ең белгілі операцияларының бірін жүзеге асырды. Бұл жолғы нысана Украинадағы арнайы неміс құрамаларын басқарған генерал-майор Макс Ильген еді. Барлаушылар оны қолға түсіріп, кейін жауап алу үшін алып кетті. Алайда партизан жасағы қаладан тым алыстап кеткендіктен Ильгенді Мәскеуге жеткізу мүмкін болмады. Кейін генерал Ровно маңындағы хуторлардың бірінде атылды. Осы уақытқа қарай Пауль Зиберттің аты жөні бұрынғыдан да мұқият тексеріле бастады. Кез келген офицер, кез келген күзет тобы немесе кездейсоқ айтылған сөздің өзі әшкереленумен аяқталуы мүмкін еді. 1944 жылдың көктемінде Майдан шебі батыс Украинаға қарай жылдам жақындай түсті. Немістің тылы ыдырай бастады. Бірақ кеңестік барлаушылар үшін жағдай одан сайын қауіпті бола түсті. Өйткені бұл аумақта енді тек неміс бөлімдері ғана емес, қарулы Украин ұлтшылдарының жасақтары да әрекет етіп жатты. 1944 жылдың наурызында Кузнецов тобы кеңес әскерінің шебіне жетуге тырысты. Баратин ауылының маңында олар Украина көтерілісшілер армиясының жауынгерлерімен бетпе-бет келді. Оның өмірінің соңғы сәттері жайлы деректер бүгінге дейін әр түрлі баяндалады. Ең кең тараған нұсқалардың біріне қарағанда құтылып кету мүмкін емес екенін түсінген Кузнецов тұтқынға түспеу үшін гранатаны жарып жіберген. Ол кезде небәрі 32 жаста еді. Николай Кузнецов соғыстың басым бөлігін қызыл армия формасынсыз, ашық шайқастарсыз және қателесуге құқысыз өткізді. Ол сеніміне кіруі тиіс адамдардың арасында өмір сүрді.
дәл осы қызмет оны екінші дүниежүзілік соғыстағы ең әйгілі кеңестік барлаушылардың біріне айналдырды.